Сәлем оқырман. Короче, достар, Арген мен айтып Аружан жатыр. кеше жол апатына түскен болатын. Екеуі аман сау, бірақ Аружанның халі жақсы емес. Арген болса өзінің ойын желіге шығарып жаза кеткен. Қысқаша айтып берейін. Ештеңені ойламай үйден шықтық, жолда өлең айтып, алдағы болатын жиынды қалай болады деп уайымдап келе жатқан еді. Бірақ ең бастысы біз тіріміз. Аружанның омыртқасы нашар күйде, қалыпты диагнозы жоқ, дәрі ішіп жатыр. Бішкекке ауысу керек деді. Аружанды жалғыз қалдыра алмаймын. Мен өзімді қатты жақсы сезінбесем де, өзім қараймын Аружанды деп дәрігерлерге сенімі жоғын айтты. Аружан болса желіге өзінің жазуларын қалдырған болатын. Достар, мен тірімін деді. Біздің Баткенге бара жатқанымызды көп әртістер көре алмады. Скашу одны, қарғыстарыңыз өздеріңізге 1000 есе болып қайтсын. Деді және де быт-шыт болған мәшинесінің суретін салған болатын. Шынымен ештеңке қалмағанда. Осындай машинадан аман қалғанымыз Аллахтың сақтап қалғаны. Машина аударылып жатқанда құлағыма дауысы естілді дейді. Аргенді ұста, өлмейсін деп. Есімдегісі, Аргенді қатты ұстап алыппын деп салған екенін өз ойын. Және де Оштың больницасына шағым жасаған болатын. Өзі сөйлеуге де әлі жоқ, бірақ сонда да ашық айтты. Оштың деді ауруханасының коридорында жатырмын, потому что оларда корпоратив. Рентгенге түсірмейміз дейді, потому что оларда корпоратив. Қандай біздің құқығымыз бар көңілді бұзуымызға? Барлығы сұрайды, қашан біз Америка сияқты боламыз? Қашан Америка сияқты дамимыз деп. Бірақ даже ауруханада осылай абайсызда қарайтын болса, ешқандай даму жайлы әңгіме жүрмеу керек. Себебі елімізде корпоратив бірінші орында адамның өміріне қарағанда. Деп тіл қатты Аружан. Арген қасында бар қамқорлығын көрсетуде. Өздері тек жақында ғана қосылған еді. Бәрі жақсы болып кетсін дейміз. Сауығып кетсін тез Аружан. Және де көрерменнің пікірін оқып кетейін. Аружан, Арген үміткер болып жүргенде 2 рет па авария болып еді ғой, білесің бе? Жолын аштыру керек Аргеннің игі. Екеуінде де. Тағы бір ойым, Арген Аружан жаман ойындарды жарнама жасамандар. Енді бір қателіктерінен бе сыналып жатқан шығарсындар. Но кез келген харам ойын лотереяларында жарнамаламаңдаршы, керегі жоқ. Аружан көтере алмай жүр, оны да ескеріңдер. Опшым Құран оқытып жіберіңдер. Аман болыңдар, жамандықтан Алла сақтасын. Тез сауығып аяққа тұрып кетіңдер, жамандық тілемейміз, на ескертіп жатырмын есіме түсіп. Арген, сен тазаланшы осы. Екеуінде тазаланыңдар, қатты хайп құлап кетпеңдер.